Баршаңызға қайырлы білім болсын. Мен сіздерге бүгінгі сабақта өтетінім, қазір поделиться экрана жасап, сіздерге ең бірінші өтетін сабағым кім көрді, кім көрмеді, может мен алдын ала доступ беріп қойған қыздар бар, я. Сіздерге өзім қазір живой сабақты түсіндірейін. Экраным көрініп тұр ғой, я, барыңызге? Мгм. Мгм. Иә, көрініп тұр. Ага, все. Жалпы инвестиция дегеніміз не? Біз трейдинг әлемінде инвестиция деген нәрсені бастап сабақты оқымасақ, онда бізде көптеген уже біздің түсінбестік нәрселеріміз өте көп болады. Бұл жаңа сіздер үшін, біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз енді келіп жатырсыздар, жаңа сфера болғандықтан терминдік сөздер өте көп кездеседі. Алдағы уақытта терминдік сөздерді өздеріңіз жазып, блокноттарыңыздың ручкаларыңызды алып, терминдік сөздерді жазып алып отырыңыздар. Желательно терминдік сөздерді жаттауға кеңес беремін сіздерге, иә, алдағы уақытымызда. Енді қараңыздар, инвестиция дегеніміз не? Қолымыздағы бар ақшамыз, заттай, басқа да капиталымыз бар болатын болса, соны бір өндірісті дамыту үшін жұмсаймыз. Яғни ақшаны уақытша сала тұрамыз. Ол компания өскен сайын біздің де табысымыз солармен бірге өсіп отырады. Енді инвестор дегеніміз не? Соответствующий инвестор дегеніміз инвестиция сөзінен шыққан. Мысалы қор нарығындағы бір түрлі биржалар бар, акциялар, металл, валюталар бар, иә, крипто, биткоиндар бар. Осылардың өсіміне немесе олардың түседі деп бағасы құлайды деген сияқты қаражат салып, сол арқылы пайда көретін адамдарды инвестор деп айтамыз. Немесе обычный өмірде сіз магазин ашайын деп жатқан болсаңыз, бірақ қолыңызда ақша жоқ, но магазиннің точкасын біліп тұрсаңыз, уже жақсы өтетінін, жақсы сауда болатын жер екенін, жақсы тауар тауып тұрсаңыз, сізде идея бар болатын болса, бір сөзбен айтқанда, но ақша жоқ болатын болса, сіз біреудің ақшасына алып, сонымен рисковать етіп бизнес бастайсыздар. Көп инвестор тауып беретін, инвестицияға оқытатын адамдардың бір айтатын сөзі бар. Енді мен де өте көп оқығам, 6 жыл осы маркетинг саласында жүргеннен кейін инвесторлардың көп айтатын сөзі бар. Өзіңнің ақшаңнан гөрі, дейді, біреудің ақшасына инвестиция алып, сонымен бизнес бастаған намного дұрыс деп. Неге? Өйткені сен өзің ақшаң болса, ол күйіп кетсе жата бересің да, дальше болды, күйіп кетті ғой деп ше. Ал егер біреудің ақшасына бизнес бастайтын болсаңыздар, сізді ол ақшаңызды жатқызбайды диванда, или үйде құр отырғыздырмайды да. Сол себепті біз не істейміз? Біз өзіміз шағын ғана ақшамен бастап, яғни өседі, құлайды деген сияқты түрлі акциялар, енді сделкалар ашып, алдағы уақытта табыс табатын боламыз сіздермен бірге. Жалпы инвестиция негізгі екі бөлімге бөлінеді. Біреуі нақтылық инвестициясы, екіншісі қаржылық. Нақтылық дегеніміз жаңағыдай магазин ашуға салу, үй салуға салу, BI группқа салу, қазмұнайгазға салу деген сияқты қандай да бір өнеркәсіп, орталық, өндірістік жерлерге ақшаңызды салатын болсаңыз, ол нақты бір жерге салып тұрсыз конкретно. Мысалы, мен BI группқа салам, Сава групп емес, BI группқа салам деген сияқты, иә. Нақтылық, яғни ол біздің қандай да бір көзімізбен көретін бизнеске салу. Я, шаруашылық субъектісіндегі, я, мысалы, малдарға салу, малға да инвестиция беріп жатыр, я, мысалы бізде. Соларды бізде нақтылық инвестициясы дейді. Ал қаржылық инвестициясы дегеніміз, олар акция, опцион, фьючерс, форекс деген сияқтылар жатады. Соның ішінде біз форекспен жұмыс жасаймыз. Форекс ол қазір түсіндірем, форексті алдағы уақытта да, яғни алтын, валюта дегендерді айырбастап, арзан кезінде сатып алып, қымбаттағанда немесе қымбат кезінде сатып, арзандағанда ақша табамыз. Соның ішінде қаржылық инвестицияны акционерлік қоғамдар немесе мемлекеттің шығарған акцияларына, облигацияларына және де басқандай құнды қағаздарға сала аламыз. Облигация деген құнды қағаздар, қыздар, иә, шатастырмаңыздар. Дальше инвестордың өзінің негізгі бөлінетін екі бағыты бар. Біреу ұзақ мерзімді position трейдинг, екінші түрі интрадей трейдинг, скальпинг трейдинг, свинг трейдинг деп бөлінеді. Осының ішінде сіздерге түсіндіріп өтейін. Біз мына екінші тобына жатамыз. Интрадей трейдинг. Яғни дей трейдинг деген бүгін ашып, бүгін жабатын. Мейлі ол сіз 15 минут жасаңыз, жарты сағат жасаңыз, 1 минутта сделкаңызды жауып шығыңыз. Біз интрадейміз.
яғни бір күнде. Ал скальпинг трейдинг дейміз, ол қандай да бір секундтарда жасайтын трейдерларды айтамыз. То есть бір екі ғана бағаны ұстап үлкен ақшамен кіреді да, бір екі қозғалысты ұстап сол қозғалыспен шығып кететін адамдарды скальпинг трейд деп айтамыз, трейдинг деп. Ал свинг трейдинг дегеніміз ол апталап, ол бір апта, екі апта, үш апта, қазір сіздерге түсіндіретін боламын алдағы уақытта, иә. Трейд жасайтындарды айтамыз. Жалпы трейдинг дегеніміздің сөзі не енді? Трейдинг дегеніміз оңай ақша табуға болатын ең қиын жол деп барлығы айтады. Бұл рас, қыздар. Сіздер қазір енді маған білім алуға келіп отырсыздар. Мен сіздердің жүректеріңізді шайып қорқытпай ақ қояйын. Но білесіздер, банкке жұмыс істесеңдер, жаңағы тендермен айналысам деп жатырсыздар. Біреуіңіз мұғалім шығарсыздар, біреуіңіз таргетолог шығарсыздар. Всегда барлық жерде өзінің бір қиындық жолы бар. Бұл арнайы биржадағы сауданың пайда табуға бағытталған жұмыс. Трейдер сөзі ағылшыннан аударғанда саудагер деген мағынаны білдіреді. Трейдерлер валюталық, биржалық нарықта акцияларды алып сатумен айналысады, яғни операциялар жасаймыз. Енді қараңыздар, жалпы бұл трейдингті көбісі енді айтып жатыр да, бұл харам, әсіресе алтынды айтып жатады мысалы, иә. Ол жерде сіз ақша жоғалту бар, үлкен риск бар. Жалпы 7-7 балды алатын не бойынша риск өте көп, сондықтан біздің дінімізде харам саналған деп айтып жатады. Но қыздар, если айта келетін болсақ, біздің мына алып жатқан депозитіміз де, рассрочка редіміз де, үйлеріміз де, иә, біздің ол бәрі харам. Или депозитке біз жай ғана Каспийдің депозитіне салған, Евразийскийдің депозитіне салған ақшалардың да бәрі харам. Сондықтан мен негізі оны бір бөліп сіздерге мына жерде талдауға емес, мен сіздерге нейтральный көзқараспен қараңыздар дегім келеді. Себебі нейтралды көзқарас, мысалы, оған қатты мән бермеу керек та, фокусты қайда қоясыз, сіз сол направлениеде кетесіз. Сіз бұл жерден тапқан ақшаңызды смотря кто куда жаратады деген сияқты, сіз қайда жаратасыз. Біреу мысалы трейдингтен жақсы ақша тауып, может, мешіт салатын шығар. Біреу трейдингтен жақсы ақша тауып, өзінің анасының еміне жұмсайтын шығар, баласының еміне жұмсайтын шығар деген сияқты. Смотря кім қалай жұмсайды сол ақшаны, соған байланысты. Сондықтан біз жалпы трейдингте өте жақсы ақша табуға болады. Бұның негізгі бір ғана жолы бар, жақсы ақша табуға әкелетін, ол анализ. Яғни трейдингтегі біз свечаларды, сызықтарды оқи отырып, соларға анализ жасай отырған кезде ғана біз жақсы ақша табамыз. Кіре сап, интуитивны, эмоциональный тұрғыда мен интуициям өседі деп тұр, мен өсуге аламын дейтін нәрсе кіргізетін болсаңыздар, онда сіздер казино жасайсыздар. Сондықтан анализ жасау өте маңызды. Анализдің негізгі екі бағыты бар. Анализ жасауға ол екі бағыттан тұрады. Бірінші фундаментальды анализ, екінші техникалық анализ. Қараңыздар, фундаменталды анализ дегеніміз не? Енді осыны түсіндіріп өтейін сіздерге. Бұл өте маңызды, қыздар. Сіздер бұл сабақты жазып, алда уақытта, иә, жазып, сызып, маған нелеріңізді айтасыздар. Барлықтарыңызға бірдей тапсырма беріледі. Кішкене ақырын сөйлесін деп айтыңызшы. Барлықтарыңызға бірдей тапсырма беріледі. Сіздер бүгіннен бастап блокнот арнап, түсінгендеріңізді, осыны конспекті жасайсыздар. Себебі сіздер қазір кім мейлі, кім қайда жұмыс істесе де шәкірт позициясындағы адамсыздар. Жастарыңыз үлкен, кіші, ол не важно да. Сіздер менің алдымда отырғаннан кейін, шәкірт позициясында келгеннен кейін, осы конспектілерді жазып, сызып, маған фото отчет группаға жібересіздер. Себебі сіздердің жақсы ақша табуларыңызға именно осы нәрсе әсер етеді. Сондықтан осы бүгінгі айтылған сабақты мен сақтап, сіздерге доступ беремін ғой, сол сабақты қайта көріп, ертең түскі 12-ге дейін дедлайн уақыты тапсырмаларға жазып, түсінгендеріңіздің барлығын айтып бересіздер. Енді қайтадан келген жерімізге көшейік. Фундаменталды анализ. Фундаменталды анализ дегеніміз жалпы, мысалы, акция болсын, форекс болсын, крипто болсын, биткоин болсын, ол
шығу тарихына қарау. Қашан шықты? Бағасы ол кезде қандай болды? Қандай өзгерістер болып жатыр? Жаңалық, бүгінгі күннің жаңалығы. Жалпы әлемде, мысалы біліп жатырсыздар, иә, соңғы кезде баға неге құлап жатыр? Алтынның бағасы, акциялардың бағасы неге құлап жатқанын сіздерге айтайын. Трамп, мысалы, Қытайға неме еді? Не салды, баж салығын салды да, 245% баж салығын салды. Яғни оларға кіретін товарлардың бағасын, налогын өсіріп тастады да. И сонымен оларда қазіргі уақытта қаржылай соғыс болып жатыр, экономический соғыс. И сол экономикалық соғыс олар біздің мына қазіргі алтынның құлауына қатты әсер етіп жатыр. Ал егер де кәдімгідей соғыс болатын болса, мысалы Иран, Ирак сияқты соғыс болатын болса, алтынның бағасы өседі. Неге? Ондай кездерде алтынды, ақшаларының барлығын тастайды да алтындарын алып қашады адамдар. Яғни өйткені алтын бүткіл әлем бойынша бағасын түсірмейтін бағалы зат. Яғни алтынды алмастыруға болады любой жерге. Америкадан алтын алып кеп Қазақстанға ломбардқа өткізуге болады. Не Франциядан алтын алып кеп өткізуге болады. Ауылдың ауылына барсаң да алтын бағалы болып саналады. Сол себептен де олар соғыс кезінде алтынның бағасы қымбаттайды. Ал қазір енді экономикалық соғыс болғандықтан алтынның бағасы құлап жатыр, иә. Неге? Өйткені Қытайлар жаңағы брендовый Луи Вилтон, Гуччи деген сияқтылардың қалай шығып жатқанын Америкаға ашық түрде айтып, инстаграмдарда жүр ғой, енді көріп жатсаңыздар. Сол нәрселер әсер етеді. Яғни сондай жаңалықтар, немесе мына кезді алайық, міне Кока-коланың бағасы құлады. Қай кезде? Рональдо бір неге интервью беріп жатқан кезде кола құяды да, сол кезде коланы ішпеймін деп қолмен итеріп суды алып ішкен кезде, сол бір ғана видеосы, өздеріңіз ютубтан қарап көріңіздер, Кока-кола и Рональдо деп, сол кезде жаңағы Кока-коланың акциясын құлап кетеді. Яғни көп өседі деп қойған адамдар сондай жаңалықтың кесірінен баға құлап кетеді да, көп адам минусқа кетеді. Сондай жаңалықтар, бұл фундаментал анализді біз бір жерлерден көреміз. Investing.com деген сайт бар, мен алдағы уақытта жіберемін сіздерге. Сол анализдерді зерттейсіздер. Түсіндіре алдым ба осы жерге дейін сіздерге? Біреуіңіз айтып жіберіңіздер, дауыс қосып. Иә, түсінікті бар. Иә, түсінікті болды, Мадина ханым. Аха. Енді қараңыздар, тағы да бұл фундаменталды анализге не жатады? Мысалы, біз қараңыздар, алтынды үйретемін да мен сіздерге. Жалпы доллар өскен кезде, естеріңізде болсын, алтынның бағасы құлайды. Мысалы, бүгін таңертең тұрдыңыздар, рынокқа кіріп, сделка ашайын деп жатырсыздар да, и бір рет мүмкіндігінше долларды қарайсаңыздар, бағасы қанша болып тұр деген сияқты. Өйткені кешегі күн мысалы 520 болып тұрса, бүгін доллардың бағасы түссе, 510-ға түсетін болса, значит алтын қымбаттайды. Доллардың бағасы өссе, алтын, екеуі қарсы жүреді бір-біріне, иә, валюталарға қарсы жүретін нәрсе. Жалпы содан кейін жаңалықтар қатты әсер етеді. Оны мен сіздерге алдағы уақытта көздеріңіз байқайсыздар, жаңалықтың әсері қалай болып жатқанын деген сияқты. Енді техникалық анализге көшейік. Техникалық анализ бұл біздегі арнайы трейдинг вью деген бүткіл әлемнің отыратын осындай платформасы. Бұл жерден сіздер биткоинға да сделка аша аласыздар, иә. Осы трейдинг вью платформасында осындай жапон свечалары арқылы, баға деңгейлері арқылы, тренд, паттерндар арқылы, яғни price action дейді, баға әрекеті дейді. Осы арқылы анализ жасауды айтамыз. Бұны енді мен сіздерге кәдімгідей жілігін шағып, майын ішіп беретіндей түсіндіріп беретін болам. Бірінші классқа үйреткендей, мына каждый свечаны таныстырамын сіздерге ертеңгі сабақта. Бұны қорықпай қойыңыздар, бұның қозғалысынан қорықпай қойыңыздар. Өте қарапайым тілде, қарапайым мысалдармен, ешқандай қоспасыз сіздерге түсіндіретін болам. Жалпы енді осылар. Ал акция дегеніміз, енді акцияға келек, акция бизнестегі бір табыстың белгілі бір мөлшерін алып отыруға мүмкіндік беретін құнды қағаз ғой. Мысалы, коланың сіз қандай да бір бөлшегін сатып алдыңыз ба, бүгін бір акция сатып алдыңыз ба, значит сізде сол акцияның
өсуіне немесе құлауына өзіңіздің алып отырған доляңыз, былайша айтқанда иеленушісіз. Осы акционерлік қоғамның пайдасы жыл сайын акционерлер арасында акциялар санын пропорционал болып бөлінеді. Инвесторлар акцияның құны өседі деген компаниялардан сатып алады. Мысалы, жаңағы тарихы, 1000 жылдық тарихы бар. Мысалы, коланы білеміз, Кока-коланы білеміз, Тесла компаниясын білеміз, Apple'ды білеміз, бұрыннан бері өсіп келе жатқан. Біз мысалы аттары таныс емес нәрселерге біз акцияларын алмаймыз. Өйткені олардың құлап кету, жабылып қалу, банкрот болу қауіптері бар. Сондықтан да осы атақты ғана акциялардың, компаниялардың, мінекей, атақты компаниялардың атауымен аламыз. Мысалы, бұндай атауды қараңыздар. Мысалы, Кока-кола, мына Кока-коланы айтайық. Кока-кола ко деп тұр да. Алдағы уақытта трейдинг вьюға кірген кезде Кока-коланың мысалы акциясын алғыңыз келсе, осы никнейм деп айтады ғой. Жалпы мысалы менің инстаграмдағы атауым Мадинка Султан, сол сияқты мына тикер символ дегеніміз, қазіргі сіздерге терминдік жаңа сөз, тикер символ дегеніміз бұл компаниялардың осы именно трейдинг акция әлемінде аталатын аттары. Мысалы, Apple'ды Apple PL деп айтады екен. Facebook'ты FB, міне Facebook FB деген сияқты. Tesla Tesla деген сияқты, осылай аталады. Жалпы акциядан қалай біз табыс табамыз? Енді акциялардан, жалпы алтыннан деген сияқты, екі жағдайда да біз табыс таба аламыз. Екі жағдайда да. Баға өссе де, баға құласа да табыс таба аламыз. Short position дейді, long position дейді, яғни long buy дейді. Мына short position дегеніміз бұл акция бағасы түседі деген үмітпен акцияны сатып аламыз. Мысалы, осыған мысал келтірейін. Мысалы, сіз Tesla компаниясының бір акциясын $100 түседі деген үмітпен $150 кезінде то есть бір акциясы 150 кезінде алып сататын болсақ, біз $50 не көреміз? Пайда көреміз екен. 100 кезінде сатсақ, Енді long позиция дегеніміз ол өседі деп аламыз. Tesla компаниясының бір акциясын $100 кезінде, арзан кезінде $100 мен алып 150-ге сататын болсақ, онда тағы да бұл жерден де біз $50 пайда көреміз. Мінекей, мынау баға құлап жатқан белгі, мына жерде баға өсіп жатқандығын білдіретін белгі. Жалпы шорт позиция, лонг позиция деп айтады. Алдағы уақытта тағы да сіздерге buy, исходящий тренд деген сияқты трендтерді түсіндіретін болам. Пока что осы нәрселерді ұғып алуларыңыз керек. Енді Форекс дегеніміз не? Форекс әлемдегі ең ірі қаржы нарығы. Бұнда біз валюталарды сатып аламыз және металдармен жұмыс жасаймыз. Менің сіздерге үйрететін тақырыбым осы. Форексті мен сіздерге үйретем. Бұл Форексті не үшін мен таңдап алдым, қыздар? Неге мен акциямен жұмыс жасамаймын? Екеуінің ерекшелігін айтайын, бір минут, қыздарына, балалар шулап кетті ғой, ваннаға түсіп жатыр еді. Жай сөйлесең, сабақ оқып отырмын. Жай сөйлеңдер, сабақ оқып жатыр. Қыздар, мен келдім. Жалпы акция мен Форекстің айырмашылығы неде? Акция бізде 24 сағат болатын болса, кешкі сағат 6:30-7-лерде ашылады акция. Нағыз бала-шағаға тамақ беретін кез, жұмыс болса жұмыстан үйге келетін кезіміз, той болса тойға баратын кезіміз, бізге неудобное времяда сол уақытта ашылады. Өйткені олар ақштың времясымен ашылады. Ол кезде Америкада таң атып жатады, бізде кеш батып жатады. Сол себептен ол бар, и еще ол түнгі сағат 2-ге дейін ғана жұмыс жасайды. То есть сен тойдан шығып трейд жасаймын деп келгенше, уже сенің анализді де жасап үлгермейсің, трейдті де жасап үлгермейсің. Одан кейін оның қозғалысы аз. Мысалы, алтын сияқты $10, $1-дан $10-ға дейін өсіп немесе құлап бере алмайды. Сол себептен мен алтынды таңдадым. Алтын жұмыс уақыты 24 сағат болатын болса, соның бір апта болатын болса, соның 5 күнінде жұмыс жасайды. Дүйсенбіден жұмаға дейін. Суббота, воскресенье қыздар демаламыз. Одан кейін 24 сағат болатын болса, соның 23 сағаты
таңғы сағат, түнгі сағат 3-те ашылады. Бір сутка, то есть 3-те ашылғаннан 2-де жабылады, түнгі 2-де. Яғни 2 мен 3-тің арасында жабық тұрады. То есть менің балам кішкентай қазір, білесіздер, енді ғана 2 ай болдық. Балам ұйықтап жатқан кезде, өзімнің қолым бос кезде, күйеуім жұмыста кезде, балаларым сабақта кезде, мысалы той кешке болатын болса, кешке дейін уже $100 тауып тойға сықиып баруға болады. Немесе жұмыста отырсаң, обед уақытында жасауға болады деген сияқты мүмкіндіктері өте көп. Жалпы бұл валюта да келеді біздің негізі жасайтын акциямыз, негізі стратегияларымыз, анализдеріміз, бірақ соның ішіндегі алтынмен жұмыс жасаймыз. Бұл алтынға кімдер қатыса алады? Банктер, соответствующий, қазір Қазақстанда қай банкті алып қарамаңыз, міндетті түрде алтынның бағасына қарайды. Алтынның, доллардың, USD, евро, франк, USD деген сияқты екеуінің айырмашылығына қарайды. Күнде, мысалы мен өзім банкте жұмыс жасағам, кассада, сонда біз таңертең келетін едік та, жалпы валюталарға біз анализ жасайтын едік. Бүгін баға осындай болып тұр екен. Бүгін баға, или болмаса, мысалы біздің Қазақстанда МИГ бар, ақша айырбастайтын МИГ орталықтары бар. Олар қалай табыс табады десеңіздер де, осы дәл біз сияқты сатқан кезде де, сатып алған кезде де табыс табады. Өйткені қараңыздаршы, біз долларды мысалы 520 кезінде сатып аламыз. Олар сатады, бізге 520, бірақ қайтып өткізген кезде бізге 520 мен алмайды ғой. 515 деген сияқты ортадағы $5 олардың табысы болып қалады да. Сол сияқты олар да дәл солай табыс табады, біз де дәл солай табыс табамыз. Жалпы бұл акцияларға именно Форексте кімдер қатыса алады? Банктер, брокерлер, компаниялар және трейдерлар қатыса алады. Соның ішінде бір қызық айтайын сіздерге. Мына енді жалпы айтып жатыр ғой, трейдинг негізі, трейдинг бізді байыту үшін емес. Қайсысын алсақ та, акция алсақ та, алтын алсақ та, металл, басқа түрін алсақ та, валютаны алсақ та, бұл трейдинг дегеніміз, еске салайын сіздерге, бұны салмасам болмайды. Бізді байыту үшін емес, өздері баю үшін жасалған да. Бұл жерден ақшаны бізге беру үшін емес, өздеріне алу үшін жасалған. Но кім болмаса да, ол мысалы біз кімге қызмет етпесек те, әр адам өзінің пользасы үшін жасайды. Банк па? Ол банкты, Каспий банктың кім еді основателі? Ол өзі үшін жасап жатыр да, бірақ біз оған қызмет етеміз, бізде табыс табамыз соответствующий. Дәл сол сияқты. Бұл жерде сіздің арнайы өзіңіздің анализіңіз, стратегиялық ойларыңыз, сіздің психологияңызбен кіретін болсақ, біз де бұл жерден табыс таба аламыз. Сондықтан бір қызығы, именно осы трейдинг әлеміндегі олар жаңағы осы трейдті создавать еткендер біздің новичок трейдерлар арқылы ақша табады екен. Новичоктар арқылы. Өйткені новичок кезінде жоғалтулары да бар. Мен сіздерге айттым, сататын кезде ешқайсыңызды қинап сатқан жоқпын. Жалпы любой трейдер, кімді алмаңыз, минусқа кету деген нәрсе бар. Оған дайын болуымыз керек. Өйткені біз әрдайым бұлардан бұға берсең, сұға береді деп ала бермейміз. Біздің де жоғалтатын кездеріміз болады. Соған да дайын болуларыңыз керек. Үлкен ақша тапсаңыз, үлкен жоғалтулар болады, азырақ ақша тапсаңыз, азырақ жоғалтулар болады. Сондықтан бұл жерде сауда құралдары, валюта жұптары, жалпы металдар, оның ішінде алтын, күміс, платинум деген сияқты нәрселермен жұмыс жасаймыз. Мысалы, келтіріп өтейін, евро USD. Қараңыз, евроның долларға қатынасынан біз ақша табамыз да. Жаңа МИГ бар ғой, менің айтып жатқаным сияқты. Мысалы, евро USD-ді жұбын 1.10 бағасымен сатып алып, 1.15 деген бағасында сатсаңыз, айырмашылық $5, $5 евро. Осы 5 еврода сіздің пайдаңыз болады. Дәл сол сияқты HOW USD дегеніміз, HOW дегеніміз алтын, ағылшынша аударатын болсақ, ақштың долларын USD дейміз. Осы жұбының алтынның 1 трой унциясын доллармен бағасымен көрсетеді. Түсініңіздер ма? То есть алтынның дәл қазіргі бағасын сіздерге рынокта көрсетейін. Мысалы, дәл қазіргі бағасы бізде мінекей 3300
34-тің тұр. Осы жерден біз біреу алып қойсақ, оны құлайды, міне қызыл сигнал құлайтынды береді. Мына жерге дейін келіп құлайды деп алатын болсақ, мінекей қараңыздар, 34 болды. 34-тен құлайды деп алсақ, мына жерде 31 ортасында тапқан $3 ол біздің пайдамызға саналады. Бұл енді қалай жұмыс жасайды? Тағы да айтып өтейін. Бұл HOW деген алтынның халықаралық коды, бір трой унциясы, USD ақш долларының бағасы. Мысалы, HOW USD. HOW 3120 болса, сіз бұл унция алтынды 3120 ақш долларына сатып ала аласыз. Немесе сата аласыз деген бағаны білдіреді. Мысалы, баға өссе, жаңа айттым ғой, мына жерден 3120 кезінде сатып алып, баға 3130-ғанда болғанда сатсаңыз, $10 пайда табасыз. Немесе баға дәл осылай $10 төмендегенде де пайда таба аламыз. Бірақ кім қалай кіреді? Құлайды деп кірсеңіз, бағаның құлағанда табыс табасыз, өседі деп кірсеңіз, бағаның өскен кезінде табыс табады екенбіз. Енді қыздар қараңыздар. Трейдингтегі жалпы стратегияларды, оларды бізде индикатор туралы ертең өтейін, негізі, или осы жерге, осы сабақ бітеді екен. Мінекей, трейдингтегі стратегиялар бар. Оларды біз қолданудың маңызы бар. Трейдингте әртүрлі стратегияларды қолданып, әртүрлі жағдайларына бейімделуіне мүмкіндік береді. Бұл трейдерге тәуекелді тиімді басқаруға және табысты арттыруға көмектеседі. Мысалы, менің айтып жатқаным, қыздар, сіздерге түсіндіріп өтейін. Мысалы, менің мына жерден баға өседі деп былай қарай аламда. Қараңыздар, біздің көзіміз жаратылған кезден бастап көреді, Құдай бізді жаратты, біздің көзіміз көреді. Бірақ кейін таман біздің көзіміз уже бұлыңғырланып, көрінбей бара жатқан кезде біз очки тағамыз, немесе линза тағамыз, яғни бізге дальше әрі қарай тұнық көруімізге подтверждение беру үшін. Дәл сол сияқты біз мына свечаларды жаттай алуымыз керек. Бұл свечалардың түзілгені біздің көзіміздің жаратқан көрген сияқты көріп тұрмыз. Бірақ біз уже осы мына өсетініне ары қарай подтверждение, максимальный точно өсет дегенге подтверждение, гарантированный өседіге подтверждение алу үшін біз қолданатын көмекші индикаторлар бар. Индикатор дегеніміз олар роботтар, көмектесетін. Мысалы, қазір мен сіздердің алдарыңызда индикатор қосып тұрмын. Бұл индикатор бізде Smart Money деп аталады. Мына жер мысалы қызылмен тұр. Осығанға дейін былайнан баға өсіп келген кезде, мына қызыл зонаға келген кезде мен қайтадан бағаны құлайды деп, мен мына көк зонаға дейін не ашуыма болады, сделка ашуыма болады. Мына көк зонадан мен баға көтеріледі деп, мына жерге дейін сделка алатын болсам, мына жерде қараңыз, 3284 кезінде мен арзан болып тұр ғой, осы жерден баға өседі деп былайнан мына жерге дейін алатын болсам, 3361 ойлаңыздаршы, қазір 3284, қазір калькуляторға салайын. 3284 минус 3361. Яғни $77 ойлаңыздаршы. $77 мен табыс табады екен осы жерден. Бір ғана доллармен ап қойсам, былайнан өскенге дейін шыдап ұстайтын болсам, мен $77 табыс табады екен. Дәл сол сияқты баға осы жерден кейінде құлайды десем, мен тағы да $77 табыс табады екен. Сол сияқты бізге көмектесетін, біздің мына ашқан сделкамызға подтверждение беретін бұлар индикаторлар деп аталады. Қазір бұл индикаторлар көмекші құралдар ғой. Біздің нақты техникамызға математикалық түрде формулалар негізінде есептеп беретін құрал. Бұл трейдерлерге трендті анықтауға және кіру, шығу нүктелерін белгілеуге импульс, яғни нарықтық импульс мен волатильдігін бағалауға мүмкіндік береді. Ол индикатордың түрлері өте көп. Трейдинг әлеміне келіп жатқаннан кейін әлі талай индикатордың сіздер басын шалатын боласыздар. Енді осы жерге келгенде бір рет сіздердің түрлеріңізді көріп, дауыстарыңызды қосып, бір рет пысықтап алайын. Кім не түсінді? Қазір сіздерге екінші зум жіберіп, өшірейін.